Абдулла ибн Масуд радиаллаху анху пайғамбарымыздан естіген хабарларының бірінде айтады: бұрынғы өткен замандарда 60 жыл бойы ғибадатқа берілген бір құл болған дейді Абдулла ибн Масуд. Ғибадатқа 60 жыл беріліп жүрген, сосын оны азғыруға бір әйел келеді дейді. Енді ғибадат мықты. Бұл ғибадатты не деп атайды? Алланың шариғатын білу деп атайды. Яғни мынандай нәрсе бар екен: Алланың шариғатын білеміз, Алланы білмейміз. Қалай сонда? Шариғатын білген адам Алланы білмей ме? Жаңағы қорқумен ғана айтылады екен ол білім. Ол жоқ шығар бізде. Егер ол жоқ болса, мен қайтып білдім Алланы онда? Сонда Абдулла ибн Масуд айтады: 60 жыл бойы жаңа құлшылығын жасаған, үзілмей құлшылық жасаған кісіге бір әйел кісі келіп қасына отырды дейді. Ол да кетер емес болды дейді. Қараңыз. Сөйтіп екеуінің арасында болатын нәрсе болды. 6 күнге жалғасты дейді. 6 күннен кейін есін жиып, жаман қорықты дейді Алладан. Сол кезде басталды анау. Соншалықты қорыққаны қашты дейді ана әйелден. Қашып келе жатып бір жерде ғибадатхана тұр екен, соның ішіне кіріп, сол жерде дейді, жаңағы 3 күн бойы тамақ ішкен жоқ дейді. Уайымының бәрі: біттім, құрыдым, Раббым, құрыдым деген қорқу жұмыс жасап жатыр екен жүректе. Уайым қатты жүректі жаңа билеп жатыр. Сөйтіп отырған кезінде анау қарны ашып отқан кісілер ғой деп бір кісі келіп, бір тандыр нанды береді, қолына ұстатады жаңағы кісінің. Ол уайымдап отырып, жаңа тандыр нанды алып, екіге бөледі да, оң жағында бір кісі отырады, соңғы береді, сол жағында бір кісі отырады, соған береді. Сөйтіп ары қарай уайымдап жатып, сол жерде өлім періштесі келіп жанын алады дейді. Сол кісінің хабары білдірілді қияметтегі дейді Абдулла ибн Масуд. Алла тағала таразысына 60 жылдық құлшылығын салды дейді. Сосын жаңағы күнәсін салғанда жаңағы күнә басып кетті дейді. Қараңыз, мынау аят әбден түсіретін аят бізді. Өзін Алла тағала енді танытатын аят. Сонда жаңағы жамандық басып кеткен кезде енді не істеймін деп тұрады дейді ол кісі. Сол кезде жаңағы нанын алып кеп салады дейді. Сол нанын алып кеп салған кезде нан басады дейді. Сонда қорқудан кейінгі амалда қадір бар екен. Қорқуға дейінгі амал, басқа амалдар да ол шариғат екен. Ол ақпарат. Шариғаттан бізге не парыз, бізге не тыйым, не сүннет, не мұстақап, соларды үйренеміз де бір-бірімізді шайқай береміз да, бірақ Құдай тағаладан біз қорқамыз ба? Қорқу бар ма? Егер мен одан қорқпасам, ол не нәрсе ол? Аллаға керегі сол қорқу.